Автор кітабында балалар туралы жазған өлеңдері мен түрлі қызықты әңгімелерін жазған. Қарапайым, тілі жеңіл. Кітаптың атауында да өзіндік ерекшелік бар дейді автор, өйткені Көңілдің бір жапырақ парақтары дедім. Себебі бір жапырақ деген сөз кішкентай деген сөз ғой. Менің өлеңдерімнің көбі шумақтардан тұрады. Бір шумақ, екі шумақ, әр десе 3-4 шумақ. Сондықтан сол оқып отырғанда адам кітапты ашып отырғанда парақтайды ғой. Сол сияқты сол кітаптың ішіндегі менің көңілімнен шыққан сөздер парақталып оқылсын деген мағынада ғой. Болат Дәулетов еңбек жолын Кең жыл ой газетінде бастаған. Осылайша ол аудандағы түрлі әлеуметтік, саяси, қоғамдық мәселелерді ашық жазды. Кейінгі жылдары әдебиетке бет бұрып, түрлі жанрда жинақтарын жаза бастады. Сиясы кетпеген туындыларының бірі көңілдің бір жапырағы болды. Мәдени шарада облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Мұрат Өтешев мерейтой иесіне облыс әкімінің алғыс хатын жеткізді. Сол Кең жыл ой жерінде біз жұмыстас болдық. Ал өңірдің ең бір қиын кезеңінде осы ауданның газетін шығарды. Ең бір газеті, ол бүкіл оқырмандар. Ол кезде сол газеттің тиражы 13-15 мың болатын. Қазір біздің өкінішке орай облыс газеттері осы тираждың тек қана 3/1-іне ғана қол жеткізіп отыр. Міне осындай оқырмандар бұл газетті аса сүйіп оққанның белгісі. Енді Болатта азаматқа қажетті тұлғаның бәрі бар. Ойы, парасаттылығы, азаматтығы, міне осындай көркіменен Болат елдің сыйлы азаматы атанып жатыр. Шоқтығы биік туынды көпшіліктің көңілінен шықты. Үзеңгілес достары мен әріптестері Болат Дәулетовтың шығармашылығына табыс тілеп, әдемі естеліктермен бөлісті. Нұргүл Сағындықызы, Алихан Таңатов, Атырау телеарнасы.